Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен MINATO достар. Мен бүгін өзімнің ініме алдын ала пранк түсіріп қойған болатын. Бұл видео түсірілген соң барып салып отырмын осы обложкаға. Короче достар, көрші ініме өте керемет пранк болды. Оны көрдіңіздер, алда қалай реакциясын қалай болғанын көрдіңіздер. Енді қазір видеода оның аккаунтына біраз обзор жасап, типа аккаунтын удалит етіп жіберген сияқты боламын. Мен оны суға ма бір нәрсеге жұмсап, өзім басқа гост аккаунт ашып, соны удалит етіп жіберемін. Мынау семіп қалады да. Там реакциясын көрдіңіздер. 2 3. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен бірге бұл мен MINATO. Короче, достар, бүгін мен өзімнің інімнің аккаунтына обзор жасайтын боламын. В общем, менің інім жанымда отыр. Енді сіздерге былай кәдімгідей көрсетейін. Бұның аккаунтында не бар? Складқа кіріп көрсетейік. Бірден складқа көрсетейік. Мынаны қараңдар. Мынаны ой, блин, жансай S04 дейтін күте тұрсын. Мына шашты инкубатордан аған, бұған ақшаны өзі жинаған. Там мектептен ақшаны 100 теңгеден жинап, өзі ақша жинаған. Қайсай сөйтіп жинадың ғой, басқа қалай жинайсың. Мына шашқа келетін болсақ, бұны ағасынан жасап берген үлкен ағасы, өзің білесің кім екенін, бірақ мен сені көршімін. Бұл видеода інім деп қойдым. В общем, бұған ағасы пропуск ап берген. Бұл жерде онша қызық нәрселер жоқ. Мынау да пропуск, бұны ағасы ап берген. Бұл аккаунтты негізі ағасы ап берген. В общем, мынау. Бұл аккаунтты мен негізі алдыңғы каналымда біреуге бір қызық. Достар, осы жерде мен бұны керек емесін уже деп алдап жұмсап жердім. Одан кейін барып қайттан шақырып аккаунтын удалит етемін. Дәл осы жерде мен аккаунтын удалит етіп жатырмын, бірақ сіздерге видео қызық болмай қала ма деп оны тез деп қойдым. Аккаунтын удалит етіп кетті. Жарымсың ба? Қуа? Қуасың ба? Я удалит етесің не? Не болды сонша бір аккаунтқа жылап? Қумашы ода қарған заттар бар еді ғой?